біз білетіндей, біздің қартаюшы халық саны артып келеді. Себебі жақсырақ зерттеулер мен ауруды ерте анықтау және жақсы емдеу арқасында не болып жатыр? Біздің науқастарымыздың көпшілігі, білесіз бе, осы жылдар бойы жүрек талмасынан қайтыс болудың орнына қазір олар жақсы араласу арқылы құтқарылып жатыр. Бірақ жүрек соғу мәселесімен қалуда. Және осы жүрек соғу мәселесі бар науқастар жүрек жеткіліксіздігі деп аталатын кезеңге өтуге бейім және сол жерде, білесіз бе, кардиологтар ретінде біз науқастарымызға олардың диетасына, өмір салтын өзгертуге және қант диабеті, гипертония және холестерин сияқты қосымша қауіп факторларын бақылауға, темекі шегуді, алкогольді және сол сияқты нәрселерді тоқтатуға назар аударуды талап етеміз, білесіз бе, оларды. Жүрек жеткіліксіздігінің толық көрінісіне түсуінен алдын алу үшін және бүгінгі күні біз жүрек жеткіліксіздігін ерлердегі простата обыры мен әйелдердегі сүт безі обырынан да ауыр деп санаймыз. Олардың аурушаңдығы мен өлім жітімі және өмірінде жұмсайтын шығындарына қатысты. Сондықтан, білесіз бе, жүрек мәселесінен зардап шегетін науқастар үшін жүрек жеткіліксіздігі кезеңіне өтпеу және денсаулығына қамқорлық жасау маңызды.